Отаршылдық дәуірінде пайда болған кино өнері батыстағы ұлт құру мен колониялық жобалардың құралына айналды. Отарланған һәм отарлаған халықтар өткенге көз тастап, тарихтан сабақ алмайынша дүниенің дөңгелегі оңға айналуы неғайбыл. Әлемдегі қантөгіс пен әділетсіздік азайсын десек, отарсыздануға жаппай ұмтылуымыз керек. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы отарсыздану туралы айтамыз. Кино өнерінің ізашары саналатын ағайынды люмьерлер синематограф құрылғысын ойлап табысымен операторларын әлемнің төрт бұрышына жіберді. Олар келген материал сайып келгенде біз қалай бөтен жұрттан озып кеттік деген көзқараспен түсірілетінді. Себебі Таяу Шығыс, Африка, Латын Америкасы және Азия колониялық жобалардың бөлшегі болатын. Өзге халықты аш-жалаңаш сәби, отарлаушы жұртты жарылқаушы етіп көрсету киноның негізгі бейнелеу призмасына айналды. Отаршылдық саяси, экономикалық және мәдени үстемдік. Бұл әскери жаулап алу, этникалық тазалау, халықтың мәдениеті мен руханиятын өлтіру, оның табиғи ресурстарын пайдалану сияқты процестермен қатар жүреді. Ал деколонизация, яғни отарсыздану, бұл саясаттардың зардаптарын жою. Отарсыздану әсіресе бұрын отар болған халықтар үшін біз кімбіз деген сұраққа жауап беру үшін аса маңызды. Колонизация Мишель Фуконың дисциплина және жазалау деп атаған процесс арқылы жүрді. Яғни еуропалық үлгідегі мектеп пен әскер, индустриализация, тәртіпке бағынған еңбек, отарлаудың құралы. Бұл контексте тәртіп пен жазаның динамикасын бейнелейтін фильмдердің бірі Алжир шайқасы. Фильм 50-ші жылдардың аяғындағы Алжирдегі тәуелсіздік үшін күрес туралы. Мұнда француз әскері қолданған бақылау, жазалау және азаптау әдістері тереңнен зерделенеді. Соған қарамастан халық күресінің қайсарлығы мен төзімділігіне басымдық берілген. Мұндай фильмдерді деколонизацияға қадам деуге болады. Отарсыздану бұрын отар болған Азия мен Африка халықтарының тәуелсіздік алып, модерн мемлекеттер құрыла бастаған 1950 жылдардан басталды. Солардың бірі Үндістан тәуелсіздік алғаннан 6 жылдан кейін Ранилық Джханси фильмін түсірді. 1857 жылғы Британияға қарсы күрес жетекшілерінің бірі Рани Лакшмибай туралы картина үнді елінің ұлтты деколонизациялауға қосатын үлесін алға тартты. Бұл тақырып 2019 жылғы Маникарника Джханси патшайымы фильмінде жалғасын тапты. Британ отаршылдығының озбырлығын әшкерлейтін мұндай антиколониялық фильмдер үнді киносының тұрақты тақырыбы. Лаган спорттық драмасында Британ билігіне қарсы шыққан ауыл тұрғындары жайлы баяндалады. Крикет матчы арқылы бірлік пен езгіге қарсы күрес тақырыптары терең қаузалған. Ар үнді халқының еркіндігі үшін күрескен қос батыр Раджу мен Бим туралы ойдан шығарылған оқиға. Отаршыл Британ саясаты мен халық қарсылығының жанкештілігіне әсерленген ескерткіш. Бұл экшн драма антиколониялық нарративті теңдессіз визуалды әсерлермен жаңа белеске шығарды. Деколонизацияны кейде ұлтшылдықпен шатастырып жатады. Алайда бұл мүлдем екі түрлі ұғымдар. Деколонизация дегеніміз отаршылдық саясаттың зардаптарымен күресу, ал ұлтшылдық тарихы, мәдениеті, тілі бір халықтың бір туасына жиналуы керек деген саяси ұстаным. Яғни ұлтшылдық ұйыстыратын ғана емес, ыдырататын күште болуы мүмкін. Өйткені әртүрлі ұлттардың мүддесі бір-біріне қайшы келіп жатады. Ұлтшылдық деколонизациялық қозғалыстарды алға жылжытуы мүмкін, бірақ екеуі бір ұғым емес. Ұлтшылдық отарлаушыға да отарланушыға да тән. Сондықтан да кейде ол колониализмді ақтау үшін немесе азшылық топтардың құқын таптау үшін де қолданылады. Ал деколонизация кейде бар мемлекеттердің көбесін сөгіп, орнына жаңа мемлекеттердің туын көтереді. Деколонизация отаршылдық мұрасымен күресу және отарланған халықтардың тарихын, мәдениетін ориенталистік троптардан аршып алу, халықтың экономикалық, саяси, идеологиялық тұрғыда өзін-өзі басқаруын қамтамасыз ету. Сондықтан отарсыздану мен ұлтшылдық арасындағы айырмашылықты ескере жүрген жөн.
Қазақ киносында деколониялық импульс 1960 жылдары кеңестік жылымық кезінде туа бастады. Бұл кеңес дәуірінде және оған дейінгі империялық Ресей кезінде тұншықтырылған ұлттық тарих пен мәдениетті жаңғыртуға, ұлттық кіндікті оятуға деген талпыныс болатын. Ұлттық мәдениетке оралу мәселесі Шәкен Айманов, Сұлтан Ахмет Қожықов, Мәжит Бегалин, Абдолла Қарсақбаев сынды режиссерлер үшін маңызды болды. Олардың ең ұлтжанды фильмдері аяусыз туралып, таралу ауқымы таралды. Осылайша кеңес саясаты сызып берген шекарадан шыққан үшін қатаң жазаланып отырды. Шәкен Аймановтың көп азаппен шыққан атамекені визуалдық, нарративтік, диалогтық деңгейде ұлттық кімдікті биіктеткен картина болатын. Екінші дүниежүзілік соғысы сол кезде советтердің дискурсында ұлы отан соғысы болып саналатын, және отан дегеніміз бүткіл совет территориясын қамтитын бір ұғым еді. Бүткіл советтердің территориясы отан болып саналған жылдары жоқ, мынау Ресейдің топырағы, Ресейдің территориясы менің отаным емес. Менің отаным мінекей Қазақстан, мен сол үшін де ұлымның сүйегін Қазақстанға әкелем деп айту, бұл өте үлкен, қалай деп айтсам болады, сол кездегі саяси көзқарасқа, идеологиялық көзқарасқа қарама қайшы еді. Бірақ бұл нәрсе айтылды, көрсетілді. Әртүрлі әрине кодтар қолданылды деген сияқты. Сондықтан да деколонизация дегеніміз бұл жаңағы отарлаушылыққа қарсы кімдікті қалыптастыру, отарлаушылықтың нәтижесінде жоғалтып алғанды түгендеу, отарлаушылықтың нәтижесінде жоғалған мінез құлықты қайта қалыптастыру деколонизация дегеніміз. Ел жұртының бәрі осында, жалғыз өзің қайда барасың? Жасым болса келді, өлер шағым жақын. Өз еліме барып өлсем, арманым бар ма шіркін? Кавказ. Жалпы бізде отарсыздану фильмдері сол меніңше сол Қарсақбаевтың фильмдерінен басталды. Сол Мәжит Бегалиннің фильмі Тұлпардың ізі отарсыздандыруға қарсы фильмдердің бірі деп есептеймін. Одан кейінгі кезең бәрібір де ол кезде кеңес үкіметі үстем құрып тұрды. Бұл дәуірдегі режиссерлер мен актерлер арғы қазақ мәдениетіне бізден бір табан жақындау еді. Кеңес одағына дейін өмір сүрген ұрпақтың көзін көрді, дәстүрлі тұрмысты жақсы білді. Мұнысы олардың визуалдық қатарынан, актерлердің қалт етпей қимыл қозғалысынан анық байқалатын. Абдолла Қарсақбаевтың «Қилы заман» фильмі. Монтаждалып кеткен фильм ғой, әлде сол версиясымен қалып қалған, негізі сол өте қиянат. Ол енді егер ана версиясы табылса, соны бая қайтадан монтаждаса деп ойлаймын да. Әсіресе осы фильмде Абдолла Қарсақбаевтың үлкен бір жоғарғы Тарковский, Микеланджело секілді, Антониони секілді кеңістікті алатын автор екені рух сезіліп тұрады. Сонда мысалы Жүнісбай қолға түсіп, арғы Шымкенттің шекарасына бар қарай өтіп бара жататын кезде дәрет алатын намаз оқимын деп. Сол кездегі ғұрып, мен біріншіден қазақ киносында соны көрдім, шыны керек. Ғұрыптан дәрет алған кезде бүткіл жөн жоралғысын, несін, әдебін сақтап тұрып алады. Шыдан анадан кейін шынымен десеңіз дәл солай істеген келіп кетеді. 90 жылдары кеңес үкіметіне қарсы шыққан жаңа толқын режиссерлары, олар шынайы әлеуметтік фильмдер түсірді. Серік Апуриновтың фильмін айта аламыз, Рашид Нұғмановтың «Ене» фильмі бар. Және Дарижан Өмірбаев өзінің фильмдерінде шынайы өмірді көрсете бастады. Егер оған дейінгі фильмдер халыққа немесе үндеу беретін болса, жаңа толқын кезеңдегі режиссерлар, олар ешқандай үндеу тастамайды, олар халыққа көрерменге сен өзіңді көр, сен өзің қандай барсың, солай таны деген бір үндеулер тастаған сияқты. Тәуелсіздік дәуірінде қазақ киносы тарихтың ақ таңдақтарын ашуға, азаттық үшін күрескен, бірақ халық жадынан қуылған қаһармандарды оралтуға күш салды. Өйткені тарихы экрандалмаған халықты тарихы жоқ халық деуге де болады. Қазақ киносында отарсыздануға ұмтылған суреткердің бірі Сатыбалды Нарымбетов. Оның 90-шы жылдардан бастап әр фильмінде отарсыздану негізгі мәселе болды. Және бұл импульс фильмнен фильмге күшейіп отырды.
көзімнің қарасы балалық шаққа саяхат және кеңестік жүйенің озбырлығы мен ұлттар түрмесі екендігін баяндау. Қыз жылаған, атым улаған дала туралы бірден бір картина. Жауыңа да жаудыруға жүрек дауаламайтын жауыз бомбаны кеңес саясаты қазақ даласында сынады. Оны дер кезінде айтар ауыз бен естір құлақ болмаса да, тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш рет Сатыбалды Нарымбетов көркем кинода кестеледі. Мұстафа Шоқай фильмінде Нарымбетов кеңес дәуірінде есімі айтылмаған, халық жауы ретінде күйі жағылып, сатқын деп аласталған Шоқай туралы жадыны тірілтуге ұмтылды. Вы что, не понимаете? Мы же будем вас стрелять, как бешеных собак. Из пушек по безоружным? Но если у вас есть возможность спасти жизнь людям, почему бы этим не воспользоваться? Ведь это ваши родные земляки. Спасти свои жизни. Это еще не все. Аманат фильмі Кеңес одағында тыйым салынған тағы бір тұлға хан Кене жайлы болды. Мұнда Кенесары қарақшы болған деген колониялық нарративтерге қарсы шығып, Нарымбетов қазақтың соңғы ханының тарихи шындыққа сай бейнесін жасады. А вот она истина. Моя истина. Степь, которую росили своей кровью наши предки. И кровью отбил у врагов мой дед Аблай и оставил нам как аманат, за которую я готов голову сложить. Вот правда, ведущая к святой истине. Аманат концептуалдық тұрғыда Қазақстан туралы терең ой айтты. Және меніңше ол ой фильм жарыққа шыққан кезде тиісінше бағаланбады. Бәлкім уақытынан ерте түсірілген шығар. Бірер жылда бұл фильмнің мағынасы да айтар ойы да көпшілікке жетеді. Лайықты бағасын алады деп ойлаймын. Әсіресе Кенесары хан мен Ермұхан Бекмұхановтың кездесуі көркемдік қуаты мықты түсірілген көрініс. Бұл менің ойымша қазақ киносы тарихындағы ең әдемі, ең терең сахналардың бірі. Мен оны кезінде режиссерге де айтқанмын. Сондықтан Аманат қайта қарауға тұратын, әрі трагедиялық, әрі оптимистік фильм. Әлі күнге біз Ресей не батыс тарихын өзіміздің я басқа түркі халықтарының тарихынан артығырақ білеміз. Оның астарында отаршыл халықтардың үстемдігіне құрылған әлемдік тәртіпке мойынсыну жатса керек. Элизабет, Виктория, Луи, Генри, Ричард, Артур, тағы басқа батыстық патшалар туралы аңыздар әбден таныс. Оған Ресей тарихындағы тұлғаларды қосыңыз. Мұның бәрі кино түсіру мен тарату, білім өндірудің құралы мен қару екенін дәлелдейді. Киноны кім түсірсе, соның мерейі үстем. Ұлттық тарихтың түрлі кезеңдерін қаузаған заманауи фильмнің бәрі көркемдік сапасы әртүрлі деңгейде болғанымен, өзегінде отарсыздану импульсі жатқандықтан маңызды. В советское время Кеңес заманында біздің тарихымыз 1917 жылмен аяқталатын. Тіпті тарихи революциялық деген жанр болды. Кеңестік кезеңде өмір сүрген ата-әжелерімізді, әке-шешемізді бұл ашындырған болар. 90 жылдардың басында Отырардың күйреуі, Сұлтан Бейбарыс секілді картиналар шықты. Қазақтар ерте замандағы тарихын баяндауға ұмтылды. 30 жыл бойы біз қандай батырлар болғанымыз жайында тарихи, кейде псевдотарихи фильмдер түсіріп келеміз. Көшпенділер, Жаужүрек мың бала, Қазақ хандығы Алмас қылыш, Қазақ хандығы Алтын тақ, Томирис, Ұлы дала таңы фильмдері солардың қатарында. Алайда кейбір заманауи фильмдерде тарихи шындықты іздеуден бұрын оны өз көзқарасы тұрғысынан қайта жазуға ұмтылыс басым секілді. Мысалы, бұрын қазақ батырлары әруақ деп ұрандайтын. Яруақ! Қазіргі тарихи туындылар әруақ деген ұранды ұмыттыруға тырысатындай. Яғни мұндай фильмдер жалпы алғанда отарсыздануға ұмтылыс болғанымен, ұлттың әдет ғұрпы, мінез құлқын өз ыңғайына қарай экрандайды. Шын деколонизацияға ұмтылыс ұлт болмысын бұрмалауға тырыспаса керекті. Қазақ болмысы жалпы ондай қатты күліп, немесе қатты сөйлеп, немесе бір эмоциясын қатты беретін халық емес қой. Бізде бәрібір де болмысымыз кішкене тұйық,
көрермендерге арналып қазір кинотеатрларда жүріп жатқан фильмдерді алсаңыз, ол жерде актерлар бір шынайы ойнамайды, олар бір өтірік театр түрінде ойнайды. Сондықтан да бізде бір қандай да бір оларды қабылдау, көрермендердің қабылдауы кішкене төмен болып жатады. Жалпы қазақ халқы өзінің мінезі бар ғой, олар қатты сөйлемейді, олар баяу. Біз осы мінезімізді, осы болмысымызды көрсету арқылы әлемге тануымыз керек. Мысалы, осы қазақтың шынайы болмысын көрсетіп жүрген авторлық фильмдер бар. Отаршылдықтың зорлық-зомбылығын ақтап алу үшін басқыншылар отарланған халықтардың бәрін жабайы деп жариялады. Олардың ұлттық мәдениетін жоққа шығарып, дәстүрлі білімін құнсыздандырды. Өкініштісі, саяси отаршылдық аяқталғанымен мәдени отаршылдық жалғасын тауып келеді. Мысалы, 1975 жылғы «Патша болғысы келетін адам» фильмінде Үндістанның бір қиырында патшалық құрмақ болған қос британдық туралы айтылады. Фильмде байырғы халықтар қарабайыр, көнбіс ретінде көрсетілген. Отаршылдық аяқталғанымен, батыстың үстемдігі мен байырғы халықтың жабайылығы туралы стереотиптік миф жалғасын тапты. Елес пен қараңғылық Шығыс Африкада темір жол салған британдықтар мен олардың адам өміріне қауіп төнген арыстанды атып алуы туралы оқиғасы. Фильм Африканы үйреншікті үрдіспен қауіпті, ал африкалықтарды жабайы етіп бейнеледі. Ал жеңіске жетіп батыр болатын ақ нәсілді кейіпкерлер. Әлемдік экран деколонизациялану үшін осындай ескі нарративтермен күресуге тиіс. Кез келген мәдениет басқаның өлшемімен емес, өз алдына оқшауланып қарастырылуға тиісті. Өйткені бұл салыстыруға келмейтін ұғым. Әр мәдениет өзінше дара. Ал бір елдің мәдениеті екіншісінен жоғары не төмен дейтін саяси мақсатта қолданылған жасанды түсініктер ғана. Кеңес кезінде орыс режиссерлері қазақ мәдениетін қарабайыр, орыс мәдениетінен бірер саты төмен деп сипаттап келді. А ну отойди. Не говори в кого. Ну что тебе? Да видно, ей погон понравился. Так отдай ей. На, проваливай давай. Давай. Экранды деколонизациялаудың бір талабы ұлттық мәдениетті өзгемен салыстырмай, өз деңгейінде бағасын беру. Қыз жібек фильмінде ол кезде салт-дәстүр көрсету қарсы бір кез келген фильмді алсаңыз, мысалы грузин фильмдері, немесе армян фильмдері, тіпті Түркменстан фильмдері бар ғой, солардың өздерінің салт-дәстүрін көрсетті. Бірақ олар бір жабық түрде көрсетті де, олар айтты, кеңес үкіметінің адамдары жаңағы әр халық өзінің салт-дәстүрін ұстауға құқылы, бірақ сіздер идеологиялық тұрғыдан оны дәріптемеңіздер деген сияқты. Жаңа дәуірде ұлттық мәдениетті көрсету арқылы деколонизацияға ұмтылған фильмдер қатарында Досхан Жолжақсыновтың Біржан Сал, Құнанбай сияқты фильмдерін атауға болады. Досхан Жолжақсыновты актер ретінде аса жоғары бағалаймын. Ол кеңес дәуірі мен тәуелсіздік дәуірінің арасындағы көпір болған актер деуге болады. Оның режиссер ретіндегі алғашқы жұмысы Біржан Сал тартымды өмірбаяндық фильм болды. Және оның саналы түрде қазақ аудиториясына арналып түсірілгенін байқау қиын емес. Бұл фильмнің пафосын, атмосферасын Қазақстан не Қырғызстаннан тыс жерде түсіне қоймас. Алайда сал серілер мәдениеті тек қазаққа тән, бірегей феномен. Және осындай мәдени феномендердің таспаға жазылуы маңызды. Кино батыстың мәдени экспансиясының құралы болғандықтан ақ нәсілдің артықшылығын насихаттады. Бұл отарланған халықтардың өмірін ғана емес, санасын да өзгертті. Өзін өзгеден тор санайтын болды. Отарсыздану контекстінде құлдық сананы зерттейтін фильмдердің бірі «Қара қыз». Фильм француз отбасына қызметші болу үшін Сенегалдан арнайы келген Диуана деген кейіпкер туралы.
Картина оның аутсайдер ретінде шетке сырылғанда бастан кешкендерін зерделейді. Отаршылдықтың психологиялық және эмоционалдық әсеріне үңіледі. Қара қыз Африка киносындағы маңызды және құлдық сезім мен оны еңсеру жайлы терең психологиялық жұмыс. Бұл тақырыпты зерттейтін фильмнің тағы бір мысалы Мигель Гоместің «Тыйым» картинасы. Ол кейіпкерлер арқылы интернализацияланған отаршылдық ұғымын ашады. Картина отарлаушы өзінің үстемдігін жеке қарым-қатынаста да қолданатынын меңзейді. Яғни отаршылдық билік аяқталғанымен, оның қарым-қатынастарды қалай қалыптастыратыны туралы ойлануға жетелейді. Мұндай фильмдер деколонизацияға ұмтылыс, өйткені ақ пен қара, үстем мен бағынышты, жоғары мен төмен деп бөлмей, отаршылдық фактісін мойындайды және оның салдарын зерттейді. Деколонизацияның маңызды болатын себебі Голливудтың гегемониясы сақталған дәуірде неоколониализм туралы айту орынды. Жаңа империализм бұрынғы отаршылдықтың рухани жалғасы ғана, ал оның көрінісі біз экранда телміретін оқиғалар. Бен Аффлектің «Арго» фильмі орталық барлау басқармасының Иран революциясы кезінде америкалық дипломаттарды құтқаруы туралы. Фильм америкалықтар жайлы болғанмен, оның Иран жұртын қауіпті, иррационалды және жау ниетті етіп бейнелейтінін байқау қиын емес. Яғни фильм ирандық перспективаға және Иран революциясының түпкі себептеріне үңілмейді және стереотиптерді қайта өндіреді. Гай Ричидің «Келісімшарт» фильмі де ескі сүрлеуге сай, Ауғанстандағы соғысты америкалықтың көзімен баяндайды. Ахмед мұнда Нобл Саваж, яғни бекзат жабайы стереотипіне сай келеді. Ал бас қаһарман ары мен ұятына сүйенетін Джейк Джилленхолдың кейіпкері. Мұнда жергілікті халық ауғандардың перспективасы ешкімді қызықтырмайды. Ал деколонизация орын алу үшін басқыншылар ғана емес, жергілікті халықтардың көзқарасына назар салынуы тиіс. Нағыз отарсыздану кинода не түсіреміз, қалай түсіреміз, оны қалай насихаттап таратамыз деген сияқты күрделі сұрақтарға жауап беруді талап етеді. Қазақ экранын деколонизациялаудың бір жолы өзіндік кино тілін іздеу. Кино түсіруде және таратуда дәстүрлі жолмен жүрмеу, әрі қазақ мәдениетін кемсітпеуде, жоққа шығармау және экзотикаға айналдырмау. Қазіргі таңда сәнге айналған деколонизацияға ұмтылыс ең алдымен ұлттық мәдениетті ориенталистік жамылғылардан аршып алудан басталуға тиісті. Оның бір жолы қазақ киносын қазақтың көзімен түсіру, қазақ тілді кейіпкерлерді кемсіте көрсететін үрдіске тоқтау қою, басқа тілдің бәрін біле тұра өз тілінде сөйлеу. Кинотеатрларда мұндай фильмдер басым көпшілікке айналса, шетелдік ықпалға қарсы тұра алатындай күш болса, қазақ киносының деколонизациясы туралы сонда ғана айтуға болады. Казахи, говорите по-русски, а? Есть компании, которые привозят... Дистрибьюторлар Голливуд блокбастерлерін, Марвел өнімдерін қазақ тіліне аудармай, орыс тілінде дубляждап келді. Өзіміз де соған үйреніп кеттік. Ал қазір салыстырып қарасақ, қазақ тіліне сұраныс көбірек. Дегенмен прокаттың 70-80%-нан көбі америкалық фильмдерде, қалған 20-30%-ы біздің фильмдеріміз. Бұл өте үлкен мәселе. Ал біз қазақ киносының үлесі 50-50 емес, одан да көп болғанын қалаймыз. Ол болады да. Өйткені қазір қазақ тіліндегі фильмдердің бюджеті америкалық фильмдерге жете қабыл. Екі нарық қақтығысы болып жатыр. Және біз жеңеміз. 100%. Отандық фильмдердің көбі әлі күнге орыс не аралас тілде түсіріледі және қазақ мәдениетін саналы не бейсаналы түрде кемсітеді. Демек, деколониялық перспектива туралы қоғамда көп айтылса да, бұл қазақ киносына толық сіңіп үлгерген жоқ. Бұл тұрғыда кино саласын үлкен шаруалар күтіп тұр және оған кино тарату ісі де үлес қосуға тиісті. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.